Шаруа қазақтың шыбынсыз жаз деп атайтын қоңыр күзінің аяқ кезі. Ертеңгілік шырт ұйқыда жатқанда үйдегі айқай-шудан оянып кеттім. Көзімді уқалап ашқанша астымыздағы қамыстан өрген марданның үстіне төсеген алашаны біреудің сырғыта тартып алып бара жатқанын байқадым. Қарасам, колхоз бригадирі, өзіміздің ағайын адам Бәшабай. Қолына тырмыса жабысып, өзіне қарай тартып жатқан шешеміздің қарсылығына да, төсеніш үстінде жатқан балаларға да қарамай, алашаны суырып алып, үйден шығып жүре берді. Сөзге дес бермейтін, мансапқор, ақылдан жұрдай бригадирге қарсылықтың өнімсіз екенін байқап отырған сабырлы әкем Шәмшат тіс жарып, сөз айтпай, отырған орнынан мызғымай қала берді. 1931 жылдың күзі еді. Менің 9-ға толып 10 жасқа аяқ басқан кезім. Шаруа баққан қазақтың ондай баласы ерте ер жетіп, шаруаға араласып, ата-анасына көмекші, іні қарындасына бас көз болады. Өмірден біраз көргені, түйгені молығады. Менің көз алдымда болған жаңағы қасіретті әрекеттен аңғарғаным, колхоз астығын орталық қамбаға және аудан орталығындағы астық дайындау мекемесіне тасу үшін әрбір үйдегі қаптардың бәрін алып, әлі де кемдігін толтыру үшін қанар төгуге алашалар жинай бастаған екен. Ішіне салар дәні болмағасын, колхоздың жинап алып кеткен қаптарына онша жаны қинала қоймағанмен, енді төсекке зорлық жасай бастауы ата-анамды қатты күйзелтіп кетті. Өткен 1930 жылы үйдегі 9 жанға ішер азық, киер киім, басқа пана болып отырған 3 түйе мен 1 сиырды өрісте жүрген жерінен колхоз айдап әкеткен. Малды алып кеткенше жинап алған құрт, сүзбе және үй түбіндегі бақшадан алған жүгері, тіліп алған қауынның қауыншегі, оның шопағынан түйіп алған талқан, қауын құрт сияқты дәмдерді қыстай талшық етіп шыққанбыз. Биыл малдан жұрдай болғанбыз, кішкентай ғана мөлдек жерден алған бақша өнімі өзекке нәр болуға жетер-жетпестей. Ортақтасып күн көреміз дегенмен колхоз егілген егінен бір түйірде дән бермеді. Шешем байғұсшылап, еңіреп, колхоз басқармасының иманжанды аяп белсендісіне барғанымызда 10 қадақтай ғана бидай берді. Оны нан пісіріп жеткізе алмайтын болғасын, шешем диірменге жарып, ұнын қыздырып, атала істеп қана аз уақыт жүрек жалғау етті. Біз, қызыл қарын балалар, сол аталаның өзіне мәз едік, қалжа жегендей бой-бой болып терлеп ішетінбіз. Қанша үнемдегенмен бір дорба бидай неге септік болсын, өлмеске өлі балық кездеседі дегендей, қысқа қарай суы тартылып, қатқан көлдердің мұз астындағы ауасының кемдігінен кәлима болған балықтарын көппен бірдей аулап, оны да біраз қорек етіп, 1932 жылдың жазына да жеттік. Бірақ бұл жылдың әкелген қасіреті алдыңғы жылдан асып түсті. Колхоз еңбекақы бермегені былай тұрсын, жасырып теріп алған масағымыздың өзін белсенділер тартып алды. Олардың осындай қатыгездігіне ашынған халық белің сыңғыр белсенді деп дәрменсіздікпен қарғыс айтатын. Колхоздан пайда көрмеген диқандар оның жұмысына да ықылассыз, оның үстіне су тапшы. Осындай жағдайда әрине аз өнімнің өзін мемлекет түгел алып қойды. Судың тапшылығынан үй іргесіндегі бақшадан да еш нәрсе ала алмай қалдық. Арықтан су ақпай, бақшалық жер кеуіп қалды. Оның ортасынан қазған құдықтың суы ауыз суға жеткенмен қауындыққа шелектеп құйған су жарытпады. Көктемде тырбанып салған қауын қарбызымыз пәлегінен қурап кетті. Үміт артқан жүгері субық салуға да жетпей солып қалды. Барлық ауылдастарымыздың күйі осындай еді. Өйткені дәулетті шаруаның да малы ортақтастырылды. Колхоз шаруаны дәулетті, күйлі етіп теңемей, кедей етіп, жоқшылықпен теңеді. Колхоздасудың алдыңғы 1-2 жылында бірді-екілі малын тығып, жымқырып үлгерген пысық шаруалар оны сойыспен ақ тауысып, тақыр кедейлердің қатарына қосылды. Аштық қаупі халықтың бәріне бірдей төнді. 1932-1933 жылдар қысының ызғарлы лебі де жақындап қалды.
Осындай жағдайда жоғарыдан колхоз мүшелерінің бірқатарын оңтүстік Қазақстан облысының Қызылқұм ауданына, оның Мырзашөл деген өңірін мақта өндіруге игеру үшін қоныс аудару керек деген жарлық келіпті. Халық ата мекенінен кеткісі келе ме, келмей ме, оны сұрап жатқан ешкім жоқ. Айтылды, болды. Сен көшесің дегендердің ішінде біздің отбасымызда болыпты. Ұйымдастырып, колхоз көлігімен көшіріп жатпады. 30 шақырымнан астам жердегі аудан орталығы Қармақшыға жетіп, сол жерден отарбаға міну керек. Үйелмелі-сүйелмелі 9 жан, ересектеріміз азын-аулақ жүрек жалғайтын азығымызды, жеңіл көрпе төсегімізді, жүруге жарамайтын 2-4 жастағы 2 қарындасымды арқалап, жаяулап жолға шықтық. Шұбатыла жүріп, кештете жолдағы бір қыстауда иесіз қалған қақыраға келіп қондық. Ертеңіне көздеген жерге де жеттік. Бірақ ұйымдастырып жүрген жауапты адамдардың немқұрайлығынан, әрі жас бала-шағаның қимыл-әрекетке бөгет болуынан бірге қоныс аударушы ауылдастарымызды тиеген бір отарбаға сыймадық. Қалып қойған үйлермен ешкімнің ісі жоқ. Станса вокзалында қаңғырып қалдық. Құрметті тыңдарман, егер сізге әңгіме ұнап жатса, каналға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны белгілеп қойыңыз. Алдағы уақытта жаңа әңгімелермен бөлісіп отыратын боламын. Қалған бір қатар үйлердің отағасылары кеңесе келе, отарбамен 4 сағаттық жерде тұрған Қазалыға баруды мақұл көрдік. Оларға артта қалған ауыл бет бақтырмаған болар. Сонымен 2 баладан басқа 7 жанға жол қаражатына шығынданып, Қазалыға да жеттік. Кейінгі жылдары жаңа Қазалы деп аталған ол кездегі шағын стансасынан Қазалы қаласы 8 шақырымдай жерде тұратын. Қарашадағы еріп жатқан қар мен тілерсектен батпақ кешіп ел орынға отырар-отырмаста, қаланың жол бойында тұрған кіре берісіндегі бір жертөлеге келіп, құлауға ғана әліміз жетті. Үй иелері қалт-құлт етіп күн көріп отырған кемпір шал екен. Кіреберіс ауыз бөлмеге артынып-тартынып келген заттарымызды тастап, түпкі жалғыз бөлмесіне ентелей кірдік. Есік жақтағы пештің жанып жатқан оты үй үшін жарық қылып тұр. Біз отбасымызбен бір жақ бұрышына жайғастық. Шаршап, шалдығып, талмаусырап келген бізге бұл бөлме ұжмақтың төріндей көрінді. Бірақ үйде көп тұра алмадық. Әкем де, үлкен ағаларым да жұмыс болмай қарекетсіз жүреді. Біз сияқты күн көрісіміз тәуірлене ме деп қаңғырып келген аш-жалаңаш мұнда да толып жатыр. Отырған баспанамызға төлейтін ақша шыға ма деп, азын-аулақ қалған күріштен ботқа жасап, базарға апарып саттық. Өмірі қала көрмеген, сауда дегенді білмейтін ағам да, әкем де ботқадан пайда түсірмек түгілі керегімізден де айырылып қалды. Нағыз аштық табалдырықтан аттап кіре бастады. Келгенімізге 1 жарым ай өткен шамада тамаққа жарымаған дімкәстеу үлкен ағам дүние салды. Дорбамыздың түбінің қағылғанын көріп отырған, пәтер-пұл алудан күдер үзген кемпір шал бізді қыстың ортасында жер төлесінен қуып шықты. Кіндік қанымыз тамған, өсіп өркендеп, тамыр жайған жеріміздің нәрлі де, қасиетті топырағынан қол үзген әкемнің отбасы ашығып қаңғырған адамға толы қалада үлкен қасіретке душар болды. Әкем біраз уақыт күнелткен жертөлеге іргелес Махамбет деген өзбектің пәтер-пұл алу үшін босатқан жазғы қазандық бөлмесіне барып кірдік. Мұнда бізден бұрын шегене бас отбасы орналасқан екен. Үй иесі пәтер-пұлға азын-аулақ ақша алса да, біз тұрған бөлмеге кіре берісте бастырмада тұрған есегінің жеген пішенінен қалған саңылтырларын бізге отқа жағуға беріп тұрды. Бұл анда-санда атала сияқты бір нәрсені көңірсітуге, әрі бөлмені жылытуға септігі тиетін. Суға кеткен тал қармайды дегендей, суға кетіп бара жатқан адамның жағдайына душар болған әке-шешем бір күні Қазалыдан сыртқары ауылда Мәкіш деген қарындасының үйі бар деген хабар естіп, содан бір дәрмен бола ма деп, солай қарай жолға шықты. Бір түнеп, ертеңіне қайтып келіп, үн-түнсіз төсегіне сұлай түсті. Шешем байғұстың қарғануға ғана әлі келіп жүр.
Балапандай шуылдап, аузын ашқан, менен жас 3 баласына не берерін білмей, амалсыздан жата алмай, аяғын сүйреп қана ілбейді. Қарындасынан жәрдем түгіл, жарытып жүрек жалғай да алмай қайтқандарын сезген мен енді қашығып, дарбаза алдында жүдеп жадап бүрсейіп тұрдым. Үстімде қолдан өңдеп, шешемнің өзі бір тоқтының терісінен тігіп берген ақ тон, аяғымда киізден тіккен, киілгендіктен өкшесі ойылған байпақ, басымда қара лақтың иленген терісінен тіккен шүберекпен тысталған құлақшын. Осылай тұрғанымда біреу келіп атымды атады. Қарасам, ауылдас, менен 2-3 жас үлкен Ислам деген бозбала. Бір-екі ауыз сөзден кейін менің жағдайымды түсінген ол, әй-шәй жоқ, ертіп ала жөнелді. Жат қалада, аш үйде елден шыққалы бірде-бір таныс адам жоқ. Жылы жүз көрмеген мен анасының соңынан ерген шөжедей емпеңдеп жүре бердім. Көп ұзамай-ақ ол екеуміз бір орыстың үйіне кірдік. Екеуміздің қолымызға бір үзім нан ұстатты. Үй иесі кемпірде де үн жоқ. Аштықтан, күтусіздіктен әбден азып тозған балаларға тамақтан өтер нәрден басқа еш нәрсенің керек емесі айтпаса да түсінікті сияқты. Сендердің қайсысыңа жеткізем деп қумағанына да шүкір. Берген нанын бұтарлай ауызға тығып, қорадан шыққанша тауыстық. Ислам мені екінші бір орыс үйіне апарды. Бұл үйде бізге бес бересісі бар кісідей үн-түнсіз керегімізді қолымызға ұстатты. Дүниеміз дүгелденгендей қайырылып жүре бердік. Бұл үйден кейін ар жағыма ел қонғандай болды. Осыны сезгендей Ислам мені үйімнің жанына әкеліп, ертең тағы осы жерде күт деді. Уәделескен уақытта кездесіп, өткен күнгі 2 үйге тағы кірдік. Олар да 2 үйінде де кемпір, біздің соғатынымызды күткендей, кірісімен қолымызға нандарын ұстатты. Мәз болып шығып бара жатырмыз. Бір күні Ислам мені 3-ші бір үйге апарды. Ол түстіктен бұрын ұлы сәске кезінде үйлердің ересек, жұмысқа жарайтын адамдары қызметте болып, тек қана кемпір-шалдардың қалатынын біліп алған болу керек. Бұл үйде қаба сақалды шал мен кемпірі бізді қадірлі қонағындай қарсы алып, екеуімізге 2 жалпақ күлше ұстатты. Мен тон ішінен шешеме қалта тіктіріп алғанмын. Күлшені соған атып ұрып үйге тарттым. 3 үйді аралау біраз уақыт алып, өз үйіме кешірек келдім. Қалтамдағы күлшені төсек тартып, 3 кішкене баласымен бір көрпені 4-еуі көлденең жамылып жатқан шешеме бердім. Ол бөліп берем дегенше шыдамай шырқыраған аш балалар күлшеге жармасып, жан-жақтан тартып, жұлып жеп жатты. 3-ші күн уәделескен уақытта кездесіп, Ислам екеуміз дағдыланған үйлерімізге барып, бергенін жеп қорек етіп, азын-аулақ жегенімнен артық нанды ішкі дорба қалтама сала бердім. Бір күні мені жолбасшы қамқоршым 4-ші үйге апарды. Бұл үйдің бергені менің қалтамдағы қорымды молайта түсті. Қанша болса да, бір қалтаның ішіндегісі ашығып, төсектен көтеріле алмай жатқан жандарға не қорек болсын. Ашыққан 2 кішкентай қарындасымның іші бұзылып, қара нәжіс кете бастады. Аяқ басып жүрген мені мен жасы 20-лар шамасындағы Шақым деген ағам. Дәрменсіз аш атана кеңесе келе, біреуі 3-ке, екіншісі 5-ке қараған Қадиша мен Қатира қарындастарымды өлмей тұрып, асырап алатын адамдарға апарып беруді мақұл көрді. Оған өздерінің әлі келмеген соң ересек Шақымға тапсырды. Ол екеуінде 2 өзбек үйіне апарып берді. Қазалыда ол кезде ата-бабалары төңкеріске дейін саудамен айналысып келіп орналасып қалған өзбектер болатын. Келесі 4-ші күні Ислам келмеді. Балапанын ұшырып, ауыздандыратын бүркіттей мені енді өз бетінше көргенін істесін деген сыңай жасаған болар. Мұндай ой ол кезде әрине менде жоқ еді. Біраз күткеннен еш нәрсе шықпағасын, ашыққан қарын мені көрген үйлеріме қарай жетеледі. Ауылнайдың салық жинайтын инспекторындай үйреншікті 4 үйді жағалап шықтым. Жалғыз өзім именкіреп кіріп шығам. Бір үй маған еш нәрсе бермеді. Маған бір қарызын өтемегендей көрініп, шығып бара жатып шыға берістегі бастырманың төбесіне қақтап қойған балықтардың бірін жымқырып, ішкі қалтама атып ұрып жүре бердім. Келесі күндерде ол үйді маршрутымнан шығарып тастадым.
Маған әрине зерделіктен көрі сезім солай дұрыс шешім қабылдатты. Әлі қарауымда қалған 3 үйде ішіп жемімді көтереді деген сенім бар. Ал енді анау балығын алып кеткен үй менің ұрлығымды ізімше біліп қойса, қуып жетіп ұстап алса, өлтіріп, көшеге лақтырып тастаса, мені де өлтірген адамды да іздеп жатқан Құдайдың жаны жоқ. Ешкімнен сұрау жоқ, өйткені өзінен өзі аштан өліп, көшеде жатқан адам аз емес. Бірақ бәрі де сәтті аяқталды. Мен әкелген сазанды шешем байғұс сүйретіліп жүріп асып, өзі мен балалары жүрек жалғады. Бірақ әкем басын көтеріп, дәм татпады. Бәріне өзі кінәлідей тіл қатпай бүркеніп жатыр. Үлкен ағам кешкілік құр кетіп, кеш оралып жүретін. Балық жеген кештен кейінгі ертеңгілік бір оқыс айқаймен оянып кеттім.